Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге көне тағамның бір түрі майталқанның жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Оны дайындау үшін бізге күнбағыс майы және ұн қажет. Алдымен осындай табаға сұйық майды құйып ысытып аламыз. Және де ыдыстың түбі қалың болғаны жақсы. Сұйық май толықтай ысыды. Енді осы ысып тұрған майдың үстінен ұнды қосып, бірге қуырамыз. Және бұл майталқанның ерекшелігі бұрынғы кездері мысалы сұйық май болмаған, сұйық майдың орнына құйрық маймен қуырып жасаған. Сұйық майдың орнына құйрық май қолдансаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Және ерте заманда жылқы майымен де жасаған. Дәмі өте керемет болады, бірақ көп уақытқа сақталмайды, себебі жылқы майы тез ашып кетеді. Осылай қолымызды алмай үздіксіз қуырамыз, және де ұн түйіршіктерін майдалап қуырамыз. Силиконды қасыққа ұн жабысып тұр. Талқан әлі майлы болғандықтан тағы да аздап ұн қосу керек болады. Осылай баяу оттың үстінде қуырамыз. Міне ұнымызды тағы да аздап қосып қуырамыз, және талқан өте құрғақ немесе өте майлы болмауы керек. Талқанды қуырған кезде күйгізіп алсаңыз, күйік татитын болады, сол себепті күйгізіп алмауға тырысыңыз. Міне көргендеріңізде біраз уақыт өтті, талқанның түсі өзгеріп, ақшыл түстен сарғыш түске енді осылай қуыра береміз. Және де бұл талқанмен жент жасауға болады. Менің каналымда осы талқанмен жасалған женттің рецептісі бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Ең бастысы бұл талқанды күйгізіп алмай тез-тез араластырып қуыру керек. Егер де күйгізіп алсаңыз, талқаныңыз дәмсіз болып қалады. Міне талқан пісуге жақын, түсі қызыл күрең түске енді. Талқанымыз дайын. Талқанды шамамен 25 минутта қуырдым. Талқанның піскенін білу үшін осындай кесенің түбіндегі суық суға салсаңыз, шыж етіп естіледі, ол талқанның піскенін білдіреді. Міне жаңағы ыстық піскен талқанға қант қосып араластырып жеуге болады, өте дәмді болады, немесе сармай қоссаңыз да болады. Сармай мен қантты бірге қосып жеуге де болады. Ұнталқанды сүтке, шайға салып ішуге де болады. Өте дәмді болады. Міне осылай қазір талқанның бетін тегістеп алғаннан кейін үстінен шай құйып, шаймен бірге ішсеңіз де өте дәмді болады. Бұрынғы кездері солай жасап ішкен. Бала кезімізде ата-анамыз осылай бізге жасап беретін, осылай ішетін біз. Міне бетіндегі шайды қазір мен ішіп алғаннан кейін осылай қалады. Міне бетін осылай қырып жеп отыратынбыз, өте дәмді болатын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осы рецепт ұнаған болса, маған каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.